Ал енді келесі сұрақтардың бірі ол бізде special question. Special question ол бізде арнайы сұрақ деп отырылады. Көп оқушылардың, 90%-дай оқушылардың қате кетіретін сұрақтардың бірі именно осы сұрақ. Ол үшін қараңыздар, special question деген не жалпы? Ол бізде сұрақтың басы, например, what, не, where, қайда, when, қашан деген сөздерден басталады. Енді қараңыздар, special question қалай жасалынады? Ең бірінші біз special word қоямыз. Special word деген сөз мен бағана айтқан. What, when, where, how many, how much деген сөздер тұрады бірінші. Одан кейін auxiliary word деген сөз ол бізде көмекші етістік қазақша, я? Көмекші етістік. Көмекші етістік ол бізде не? Ол do, does, did, will, смотря қай жақта жазасыздар. Noun ол бізде зат есім. Зат есім кім және не сұрағына жауап береді, я? Келесі ол бізде verb. Verb ол бізде список. Етістік қой, қимыл әрекет. И қалған сөз таптарын соңғы бөлікке жазамыз. Давайте алдымен бірінші what деген сөзден бастайық, я? What деген сөз дословно не деп аударылады. Негізі басқа да аудармалар бар. Но в данном случае қазір не деген вопрос қалайық. Мысалы, қараңыздар. Сұрақ, мен не ішемін? Всегда сөйлем құрастыра алмай тұрсаңыздар, бірінші етістікті тауып аласыздар. Ішу. Ішу деген сөз бізде drink болады, я? Drink. Кім ішеді? Мен. Енді шаққа қараймыз. Мен не ішемін? Present simple'да, я? Сіздерге түсінікті болу үшін мен бірақ шақта түсіндірейін. Present simple'да. Сөйлемде етістік бар, значит, айдың алдында біз не аламыз? Do аламыз. Сонда what do I drink болады. Мынау последний столбик, чтобы не пустовал, давайте оны толықтырамыз. Например, what do you drink for breakfast? Сен таңғы не ішесің? Міне осы сұрақ бізде special question деген сөз. Келесі тағы whatқа he sheetпен көрсетейін. Например, ол не оқиды? Қайсы етістік? Етістік бізде оқу. Ол бізде read болады. Кім оқиды? He sheet'тің алдында біз сұрақта does аламыз. Әрине оның басында what аламыз. Сонда сұрақ what does he read болады, я? What does he read? Мектепте не оқиды болса, онда at school болады. At school деп последний столбикті, яғни бағанды толтыра салсаңыздар болады. Все, я думаю, what-пен понятно уже. Кеттік енді ары қарай. Келесі сұрақ, допустим, where деген сөз алайық, я? Where деген сөз ол бізде қайда деген сұрақ. Сұрақ, например, сен қайда барасың? Бару деген сөз бізде go. Кім барады? Зат есімге жазамыз. You. Сөйлемде етістік бар, мұнда do оясыздар. Сонда where do you go? Where do you go every day? Мысалға, күнде. Күнде сен қай жерге барасың деген сөз, я? He sheetпен тағы көрсетейін. Например, where. Например, ол қайда ұйықтайды? Ұйықтау бізде sleep. She қояйық. She'дің алдында бізде сұрақта не болушы еді? Әрине does болады, я? Where does she sleep? Where does she sleep? At 6 o'clock. Например, сағат 6-да ол қай жерде ұйықтайды. Түсінікті болып жатыр деп ойлаймын сіздерге. Кеттік ары қарай. Мен қазақша уже жазып жатқан жоқпын. Ең бастысы етістікті тауып үйренеміз, болды. Келесі сұрақ, например, when. When деген қашан деген сөз. Давайте сұрайық. Не десек? Сенің туған күнің қашан деген сұрақта бізде етістік жоқ. Мен сіздерге оны келесі сабаққа түсіндірем. Например, сен қашан жүгіресің дегенді алайық. Я етістігімен бар сөздерді алайық алдымен. Чтоб сіздер шатаспадыңыздар. You-нында не қоямыз? When do you run болады, я? When do you run? Сен қашан жүгіресің? He sheet'та тағы көрсетейін. Например, Али қашан кітап оқиды дейік. Кім? Али. Оқу бізде read. Алидің алдында сұрақта әрине біз does қоямыз. Сонда when does Ali read a book болады. Кітапты қашан оқиды? Осылай болады. Байқап жатсыздар ма? Мен қазір сіздермен тек қана етістігі бар сөйлемдерді алып жатырмын. Келесі видеода етістігі жоқ сөйлемдерді көрсетемін. Қалай болады? Ол кезде мынау өзгереді. Келесі сұрақ, например, how деген сөз алайық, я? How қалай деп отырылады. Например, біз қалай жүгіреміз? Кім? Біз. Жүгіру бізде run, we-дің алдында не аламыз? Do аламыз. Сонда how do we run? How do we run at home? Біз үйде қалай жүгіреміз? Міне.
Келесі хишитқа тағы көрсек, например, Али қалай эссе жазады дейді, иә? Кім? Али. Жазу бізде write болады, write. Алидің алдында біз не аламыз? Does аламыз, does. How does Ali write? Эссе біреу болатын болса, an essay болады, иә? An essay. Сұрақ белгісі. Бітті, how-мен бітті. Давайте енді мен сіздерге how many, how much-пен көрсетейін. Негізі любой вопросты, special question бар сұрақты осылай бірінші қойып аласыздар, потом көмекші етістік қоясыздар, и қалған осы вариантпен толықтырамыз. How many деген сұрақта кішкене өзгеше болады. Мен соны көрсеттім деп тұр. How many деген сұрақ ол бізде қанша деп аударылады, бірақ саналатын зат есімді сұраймыз. Например, қанша кітап сен сатып аласың деген сөйлемді аударамыз. Қанша нені сұрап тұрмыз? Кітапты сұрап тұрмыз, бірге жазасыздар оны, мына жерге жазасыздар. Кітаптар деп көпше түрінде аласыздар. Неге? Потому что how many саналатын зат есімді сұрап тұрмыз. Қанша кітаптарды сен сатып алу бізде buy, мына жерде әрине do қоямыз. Сонда қалай болады? How many books do you buy болады? Қанша кітап сен сатып аласың? Мынаны тағы толық қылсаңыздар болады, мысалға жазда, қыста, 2025-те деп, например, да? Саналмайтын зат есіммен сұрақ қойған кезде, қанша деп сұраған кезде біз how much қоямыз. How much. Қанша су, how much water, бірге қостық. Waterға s қосылмайды, потому что ол саналмайды, поэтому вопрос how much деп тұр. Например, қанша су, мысалға мысық ішеді дейік, иә? Мысық бізде cat. Егер ол бір мысық болса, әрине оның қасында a cat болады. Ішу бізде drink. Енді cat ол заменяет местоимение eat. Мынаның орнында тұр, иә? Онда әрине бұл жерде does болады. Қалай болады сұрақ? How much water does a cat drink a day, например, күніне қанша ішеді? Міне. Осы таблицаға қойып, кез келген special question'ды жасасақ болады. Сіздерге пайдалы болса, лайк басуды, тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. See ya!